Бүгін қуырылған, пеште піскен тоқаш, бәліш, құймақ сынды тағамдарға арналған универсальный бұқтырылған қырыққабат салмасын жасаймыз. Алдымен қырыққабатты майдалап турап аламыз. Табаға сұйық май құйып қыздырамыз. Қызған майға қырыққабатты салып 5 минуттай араластырып тұрып жақсылап қуырамыз. Қырыққабатқа өзіңіздің талғамыңызға қарай тұздап бұрыш қосасыз. Артынша су құйып, суы тартылып піскенше 15 минуттай қақпағын жауып бұқтырамыз. Универсальный салма дайын. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.